Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен шайға өте оңай, тез жасалатын песочный печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Видеоны жай ғана көріп кетпей, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бұл печенье көп уақыттарыңызды алмайды және үйдегі бар заттармен дайындалатын печенье. Шайға тез жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал енді печеньемізді бастаймыз. Ол үшін бізге 80 грамм майонез, 1 жұмыртқа және бөлме температурасында алдын ала ерітіліп тұрған 90 грамм сары май. 80 грамм құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз толық еру керек. Ал енді 230 грамм ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымыздың жарты бөлігін салған соң, дәл осы сәтте 4 грамм разрыхитель мен шым-шым тұзды саламыз. Ал енді жақсылап араластырамыз. Ұнның екінші бөлігін салып, тағы да араластырамыз. Дайын болған тестамызды арнайы кондитерлік мешокқа саламыз. Төрт бұрышты формамызға пергамент қағазын төсеп, дәл видеодағыдай етіп сығып шығамыз печеньемізді. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 15-20 минут печеньемізді пісіріп аламыз. Сіздермен бірге тоғжанның асханасы ас болсын.